неге жауапкершілікті алып жатыр дейсіз ғой, мен сіз жаңа былай жағын аштыңыз ғой, мен былай ашып көрейін. Мысалы, көп әйелдер еркектерге сенбейді ше. То есть в плане того, что мысалы қараңыздар, мысалы бір үйде проблема пайда болады, иә? Вот мысалы стиральный машина істемей қалды. Элементарно. Иә, кірлер жиналып тұр, короче, бір апталық. Еркегің аяқ көтеріп жатыр. И көп әйелдер не істейді? Сол стиральный машина бұзылып қала ма, резко звондайды. Жаңағындай, саламатсыз қалыңыз қалай, срочно өзгеріп жөндеп келіңізші деп. Бір рет жөндетеді, сөйтіп. Уже еркек миына жаңағы сигнал барады, о, ана оказывается без меня может деп. Екінші рет лампочкасы күйіп кетеді, то же самое сөйтіп жасайды. Үшінші рет еще айтады ғой, сен шешесің бәрін, сен тауып аласың ғой күштісі мастерді, плавно теуіп қалады дейсің. Иә, сөйтіп алдап, бірақ әйел адам өзі байқамай қалады да, қалай жауапкершілік алғанша. Потом завтра не удивляйтесь, ертең элементарно шуруптан ауыстыра алмай қалған кезде, ертең үлкен ақша табуға, балалардың болашағына, балалардың киіміне, бүтініне, квартира даже төлеуге менде жоқ қой, сен тауып аласың ғой деп айтқан. Потому что сіздер өздеріңіз айтқан кезде допустили. Поэтому мен айтамын ғой, маған келеді, жауапкершілікті қалай алдырамын дейді да. Я говорю, ничего не делай. Бір зат сияқты қалып па? Ол зат емес қой деген. Қалай мен ничего не смогу сделать. Я говорю, кредит па? До конца черныға кіргенше, пока маңыратқанша, счеттарын блокқа до конца күтіңіздер. Вот сол кезде оның миына нейрон барады да, төлеу керек екен ғой деп. Өткен намысына тиеді да, талай счеттарын блоктау, таки осы 40 миллион қарызға келген кезде. Ұяласың ғой төлеуге. Счет төлей алмайсың, әйеліңе звондайсың, мынаны аударып жіберші, қазір счетына оплата төлейді деп, намысым жаман қылса қарызға кіріп кеткен сондай болады. Сондай олар испытать ету керек та, прям намыстарын жерге таптау керек та, сол кезде олар түсінеді. Екіншісі мысалы, квартираны қалай төлемей, көшеде қалып кетемін. Квартираны көшеге шығарып жіберсе де төлемеу керек қой. Вот сол кезде көшеге шығып кетсе, енді көшеге понятно, 21-ші ғасырда ешкім мусордың қасына қонбайды. Сол кезде ол еркек түседі да, ё-моё, не істеп жүрмін деген сияқты. Үшіншіден жаңа тамақ жасап бересіз, қандай не бар. И холодильник бос, бір рет айттың, алайық продукт, ананы алайық, мынаны алайық деп. До конца күтіңіз, пока продукттар жоқ болып кетпейінше. Мен тамақ жоқ, бар ғой, наша рашыда білесіз ба, суға тұз алып береді ғой. Сол сияқты қарау керек та. Сол кезде ол еркектің миына бірдеңе барады. Өйткені еркектерде инстинкт ярко выраженный. Тамақ жеу, ұйықтау, добиваться ету деген сияқты. И сол миына діңгеп түседі. Егер ол заттар әсер етпесе, ол еркек емес уже ез ғой. Просто ез. Просто ез, который штаны просто протиратив жүрген жігіт та.